Сәлем, ребята. Бұл өндіріс саят. Бүгін менде подкаст, ал қонақта Еркебұлан Әріпбай, мен досым. Ребята, бүгін біз қалай ақшаны ұстау керек, қалай ақшаны көбейтеміз, жалпы қаржылық сауаттылық и вообще қалай долларовый миллионер боламыз. Осы теманы қозғайтын боламыз. Сондықтан міндетті түрде подкаст соңына дейін көріңдер, потому что будет очень полезно, ребята. Все, онда. Ереке, қош келдің. Душинский шақыруға рахмет. Насчет долларовый миллионер туралы енді білмеймін қалай болатын, себебі әлі болған жоқпын ғой. Но сен пути же к этому. Жақындап қалдық бұйырса. Осы бойынша айтып берейік та. Сенде ол қашан басталды, бұндай идея, допустим, и қалай сен ойға қарай келе жатсың, Құдай қаласа. Бұны да міндетті түрде айтатын боламыз, бірақ ең алдымен давай өзің таныстырып өтсең бірінші. Менің атым Еркебұлан, инстаграмда еркін тд деген парақшам бар. Сол инстаграмда контент түсірем, қаржылық сауаттылық туралы, инвестиция, акция, облигация, қор нарығы туралы. Дәл сондай контентті тиктоктан көре аласыздар. Сол жерде түсірем. Жалпы осы тақырыптардан сабақ берем. Мұғаліммін, тиктокермін. Тема. Вообще қаржылық сауаттылық осы акция, облигация қақтан келдің? Енді мен өзімді кішкентай кезден мен негізі санның адаммын, санмен жұмыс жасайтын адаммын. Сосын есейгенде де мен бала кезден ойлап келдім, мен өскенде бір санмен байланысты бір жұмыстар істейтін шығармын деп. Мүмкін ғалым болам ба, математик болам ба, физик ба, мүмкін банкир болам ба, білмедім, бірақ осы салада. Бірақ былай практикаға келетін болсақ, 2018 жыл, 2017-2018 жылдары ең алғаш акцияларымды сатып алғам. Енді мен мамандығым экономика, осы экономика болғандықтан сол ақша туралы күнде оқисың, басқа оқисың. Содан мен бір историям бар ғой, қарызға кіргем, ставка қойып. Сол қарыздан шығар кезде қаржылық сауаттылықты үйренесің, оны әдет қалыптастырасың. Сөйтіп жүріп бір рет ең алғаш акциямды сол кездері сатып алдым. Кеттік, давай ставка қанша теңге қойдың, қанша қарыз болдың? Көп қойдым болғанда енді біраз уақыт болды. Анандай ғой, мысалы ол мен не үшін қойдым десе, менде анандай кішкентай кезімнен, короче, мен физматта оқығам, РФМШ-да. Физматқа дейін ауылда оқыдым да, ауылдан оқып келіп, ауылда сен жақсы оқысаң номер 1 болу оңай, номер 1 болып жүрдім да. Сосын физматқа келдім. Физматта ойладым, мен ауылдан келем да, қазір қаталып қалатын шығармын, бірақ физматта да мықты оқыдым. Сосын ал физматта бізді қалай тәрбиелейді, сен элитасыңдар, Қазақстанның сендер осындай қаймағысыңдар дейді. Содан кейін жарайды, қаймақ болып жүрді да, Назарбаевқа түстік университет. Ол жерде де бәрі айта береді, мы элита, біз қаймақпыз. Сонда айта береді. Сосын сен ойлайсың, мен, наверное, Қазақстанда ең ақылды адамдардың бірі шығармын деп ойлайсың. Солай, Құдай өзі кешірсін, сондай ой үшін қазір ондай деп ойламаймын. Но бірақ сөйтіп ойлайтын. Содан кейін жаңағындай, енді ең ақылды адамдар не істейді? Жаңағындай біреу ставка қойып жүреді, бірдеңе істейді, сен ойлайсың, так, мен қазір мына системаны хак етіп аламын. Мен олардан ақылдырақпын деп ойлайсың да. Сосын басында ақша салып көресің, тырс ақша шығады. Айтасың, ойлайсың, бәсе, мен ақылдымын ғой деп. Стратегиям бар, бірдеңе. Сөйтіп кішкене кіріп кеттім. Содан кейін ақша жетпей бастайды, ол енді кішкене андай әдет қой тоже. Әдет болған соң ол әдетті істемеуден гөрі істеу оңайырақ. Әдеттің определениесі сондай да, кез келген әдетті істемеуден гөрі істеу оңайырақ. Сондықтан сөйтіп кіріп где-то жарты жылдың ішінде ма ел жұртқа қарыз болдым да, 1 миллион теңгенің шамасында қарыз болдым. Енді қазір оңай айтып отырмын. Ол кезде мен 2016 жылдарда ма сондай ғой, студентпін ол кезде. Ол саған көп ақша еді. Не то, что маған ол елдің бәріне көп ақша еді. Ол қазірге примерно 5 миллион теңге ғой. Себебі инфляциясы бар, құнсыздану бар. Ол кезде доллардың бағасы есімде 243-ке көтерілген 180-ден. Сондай 2015-те көтерілген да, 180-нен. Яғни доллар дейтін есе арзан сондай кездер, сол кезде 1 миллион теңге қарызға кіріп. Сол қарызға кіріп жүрген кездері бір кісіден қарыз алып, сонымен әні берем деп жүреді ғой, қарызға кіретін. Сөйтіп жүргенде ана кісі маған айтқан, осы сен дейтін басын істейтін баласың. Мына бір кітапты оқышы деп маған самый богатый человек в Вавилоне деген болатын. Соны берді, содан кейін соның стратегияларын ақырындап үйреніп алып, қарыздарды жаба бастадым. Қарыздарды жаба бастағаннан кейін бір досым бар, сол акция облигациямен сатып бүйтіп жүріп, квартира алған, енді үстінен ақшасын қосқан, орконтролым. Сол маған айтып, брокерский счет ашып, сөйтіп бастап. Вообще, мынау ставканың темасын аяқтай салайық. Менде де болған ставкада мен бір 100 мың теңге болғанда, мен де ұзақ уақыт ставка істегем, футбол ойнағам ғой мен тоже. И футбол ойнағаннан кейін балдардың бәрі сол темада, и күніге ойындар болады, біз ставка қоямыз. Сөйтіп бір күн Головкин төбелескен кезде кіммен ниче болып қалды ғой, несінде ма? Ол
қайсы рет 19-шы жылдары ма нича болып қалды. Бірінші рет каналыммен мен бірінші рет сол кезде нича дегенді көрдім, прикинь. Нича деген оған дейін мен болады деп ойламағам. Мен сол кезде немді соткамды залогқа тастап, бүкіл ақшаны тігіп, и Головкинға тігем да, 1.67 коэффициент, и сонымен Головкин тік нича, и аламай қаласын ақшаңды. Еще оның рекламасы да оңай ғой, мысалы, әдетте мектептегілер, қазір мен көремін, мектептегілер қоймаңдар, студенттер қоймаңдар. Неге? Потому что мен сендерге айтайын, мектепте, студент кезде анау жігіттер болады да, сонда өздерінше крутой, короче, общительный, харизма, солар ставка қойып жүреді да, содан кейін анандай жүреді, мен осынша көтеріп алдым деп, хотя өздерінің қорада жүргендерін ешкім айтпайды. Сондықтан еліктемеңдер ондай крутойларға. Иә, в общем, содан бастап қадалып, и мен точно түсінгем. Мен нәрсені түсіндім. Одан ұтқан жаман екен ше. Ұтқан ең жаманы. Ол тек қана ставка емес, ол кез келген салада бастай салып көп ақша тапқан ең жаманы ғой. Вот. Ставкада бір-екі рет ұттың, енді обязательно сондай бір нәрсе болады өзі ше басында. И болды, сен ары қарай кіресің, қадаласың, и лучше не надо. Ұтсаң қайта қашу керек. В общем, ұтылсаң қуансай, ұтсаң, тоже қашу керек өз жерден. Болмайтын нәрсе, короче, ребят. Окей, дальше. Сөйтіп жүріп, жаңағы самый богатый человек Вавилонын оқыдың, сөйтіп жайлап құтылып бастадың. И ары қарай тағы да сөйтіп сен осы акция мен облигацияға келдің ба? Алғашқы акцияларын қандай акциялар алдың? Apple. Әлі күнге дейін аламын Apple'ды. Да, жақсы көремін. Но себебі ол кезде, мысалы, мен Стив Джобстың фанаты болған. Мен ойлағам, наверное, бір 35 жасыма келгенде миллиардер болатын шығармын, Стив Джобс сияқты. Сондай ойлағам да, ол кезде енді жассың ғой, ол кезде ана юношеский максимализм деген болады, сен бәріне сене бересің ғой, өзің дейтін әлемді төңкеріп тастайтын ұқсап сенесің. Сосын ойлағам, Стив Джобс сияқты боламын деп. Соның кітаптарына Уолтер Айзексон ба еді? Уолтер Айзексон ғой, сол Стив Джобстың биографиясын жазған. Сол кітабын оқимын, оның сол кезде Джобс деген Эштон Катчер бар, соның фильмі шығып жатқан, сол Эштон Катчер түскен, солар сол көздері шықты ғой деймін, есімде жоқ. Короче, может одан кейін шықты ма екен білмеймін. В общем, Стив Джобстың мен фанаты болған. Содан кейін, раз уж Стив Джобстың фанаты болсам, мен ойлаймын, әлемдегі ең мықты компанияның акциясын алуым керек шығар деп. Ең мықты компания не десе, ойыма екі-ақ вариант келді: Coca-Cola, Apple. Давай Apple'ды алайын дедім. Apple'ды алдым, содан кейін Coca-Cola'ны алдым. Солай басталды ма? Вообще қаржылық сауаттылық бойынша қалай ойлайсың? Ақшаны қалай ұстау керек? Ақшаны мысалы айтады ғой, ақшаны табасын, ұстайсың, көбейтесің. Ұстайсың деген, жұмсайсың деген сөз ба? Сақтайсың и жұмсайсың, допустим, көбейтесің. Осы моменттерде қателесіп жатады адамдар. Сен вообще қалай өзің ақшаны ұстайсың, қалай көбейтесің? Енді мен қазіргі мен жүйем дейтін уже келмейтін шығар, потому что енді мен орташа табыстан жоғары табамын ғой, мысалы, да, даже чуть жоғары табыстан да жоғары табамын, поэтому кішкене келмейді. Но егер де қандай табыстағы адамдар көреді, чтоб ыңғайлы болатын. Давай, чтобы, допустим, где-то 1-2 миллион табыс табатын адамдар болатын болса, соған дейін де где-то 500 мың мен 2 миллионның орта үлкенірек рейндж алайық. 500 мың мен 2 миллионның арасында тапсам, мен не істейтін едім, қалай жұмсайтын едім да. Ең біріншіден анандай ереже бар, ақшаңды ең алдымен өзіңе бер деген. Мысалы, жаңа кітапта да жақсы айтылады, барлық жерде айтылады ол. Ақшаны ең алдымен өзіңе бер. Біреулер өзіңнің арманыңа бер дейді да. Қаржылық сауаттылықты бастаған кезде мен мысалы бірден сонда есептен бастаған жақсы көремін. Кейбіреулер анандайдан бастатады да, арманыңды жаз. Ол арманыңа сен, не знаю, арманың бір бәле. Мен ондай кішкене эзотерикадан, эзотерика емес, ол шындық шығар. Просто мен ондайдан алып, мен практикпін да. Мысалы, ақшаны қалай бөлеміз десек, мен әдетте өзіме ыңғайлы бір санды аламын. Мысалы, 500 мың тауып жүрсем, ай сайын ақшамның 20%-ын ең басында, мысалы, представьте, сіз дейтін қарызыңыз бар болсын, қарызыңыз жоқ болсын, бәрібір да. Не болса да, қарызыңыз болса, онда азырақ бөлігін, қазіріңіз болмаса көбірек бөлігін, жалпы 15-10-20% ортасында сразу алып, сіздің жиған ақшаңыз жоқ болса да, сразу алып, долларға ауыстырып қоятын едім. Доллар көтеріле ма, доллар түсе ма деген сұрақ маған 27-ші сұрақ. Маған бәрібір доллар көтеріле ма, доллар түседі ма? Главный, долларды бүкіл әлем қолданып жатыр да. Аударып қоятын едім, құласа құласын, түссе түссін, маңызды емес. Ай сайын аударам, неге долларға? Потому что Қазақстанда ешкім долларды қабылдамайды. Во-первых. Во-вторых, доллар үйде тұрса, наличкамен, ол Каспий голдта жатқан жоқ да. Сен ертең бірдеңеге барып, бір жерден бірдеңе сатып алайын десең, ойлайсың да, қазір үйге бару керек, долларды алу керек, обменникке бару керек, ұтылып қалуы мүмкін.
алмай ақ қойшы осы рубашка ұсақ жүре берейін немесе басқасын алсаң Каспиімде не жетеді соны алайын. Яғни сөйтіп главный бізге бірінші әдет қалыптастыру керек. Әдет ол қаржылық сауаттылық деген көбіне білім емес қой, ол әдет қалыптастырып аламыз да, осы долларды жинау деген әдет. Ол қашан әдет қалыптасады білмеймін, Құдай біледі оны да, может 1 жылда, может 6 айда, может басқа уақытта. Главный әдет қалыптастыра беру керек. Сол мысалы 1 жыл жинайсыз, 1 жыл 2 жыл возможно да, может 1,5 жыл жинайсыз, сол кезде сізге доллармен бір 2-3 ай шығыныңызға жететін ақша болады. Ары қарай инвестиция бастайсыз. Бірақ оған дейін ана 80% не істейміз? Сол туралы сұрау керек қой. 80%. Представьте, сізде бір қарызыңыз бар. Почти Қазақстанда көбісінде қарыз бар, сондықтан қарызыңыз бар. Қарызыңыздың бәрін бірден төлемейсіз. Қарызды алған болсаңыз, осы моменттен бастап барлығына звондайсыз да, вот міне мүмкіндігі барлардың бәрін қайтарып тастайсыз, мүмкіндігі жоқтардың барлығына звондайсыз, айтасыз. Алло, айтасыз, қалың қалай, жақсы ма? Осылай. Мен по делу хабарласып тұрмын. Мен саған конкретно айтайын, вот мен сенің қарызыңды қайтара алмай тұрмын. Ертең мен саған әні қайтарам, міне қайтарам деп өтірікші болмайын. Мен жігітше айтайын, или там қызша айтайын өзім өзі, қыз ба жігіт пе өзі. Осылай айтайын, сен қарызыңды былай 10 айға бөлдім, или там осылай 5 айға бөлдім, ай сайын осынша қайтарып тұрамын. Қарызымыз, қайтаратын қарызымыз біздің жаңағы 80%-ның жартысынан аспау керек. Ол қарыз болсын, кредит болсын басқа да. Кредитіңіз, возможно, сіздікі жартысынан асып бара жатыр да. Табысыңыз там айталық 500 мың табас, бірақ кредитіңіз оның жартысынан асып бара жатыр да. Ары қарай өмір сүру керек қой басқасына. Банкке барасыздар да айтасыздар. Вот осылай, мен қатты қиналып жүрмін басқа. Давайте мына кредиттің уақытын созайықшы. Немесе тағы да басқа да. Ондайлар болады. Уақытты соза, изучайте, короче. Зерттеңіздер. Ондай нәрсе бар. Просто когда сен тауып атқан табысыңнан беру керек ақшаң одан көп болып тұратын болса, ары қарай кіріп кете бересің ғой, сен қиналасың да. Сондықтан да осы моменттерді осылай шешіп алған жақсы. Екінші кредит, үшінші кредит алғанша лучше изучайте. Сол банктерге барып сұраңыздар, там ешкім сіздің мұрныңызды кесіп алмайды ғой, бір 5-6 банкке барасың да, сұрай салсаң да, немесе заявление жазасың. Бәрінде заявление жазуға болады олар. В общем, жазасыз, уақытыңызды ұзартса, тема ұзартпаса тағы да там кішкене жолдарын іздейсіз. Уақытыңыз ұзартса, значит сіздің қалтаңызға ауырлығы түседі да, 40% қарыз-парыздарға жүре бересіз. Қалған 40% қалады да, пожалуйста, өмір сүріңіз. Бір тиынына дейін құртыңыз. Білмеймін, артылып қала ма, жұмсай беріңіз. Ешкім ештеңе демейді, мен ұрыспаймын. Ешкім ұрыспайды да, сондай. Енді условный сандар ғой, 40% там где-то сондай жартысынан аспау керек деп есептейік. Ары қарай, мысалы сізде біраз уақыт өтті, 1 жыл өтті, бәрі жақсы, уже көңіліңізде тыныштық бар, сіздің көңіліңізде точно тыныштық болады. Қазір сізде возможно тревожность бар, потому что қарыз бар, кредит бар, ақша айдан айға жетпейді. 1 жылдан кейін тревожность басылады, потому что сізде уже доллармен жиналған, ай сайын жаңа 500 мың 20% жинасаңыз да, 200 доллардан ай сайын жинасаңыз, как раз 1 жылда сізде там 2400 доллар болады, более-менее ақша. 2400 доллар бола ма? 2400 доллар. Более-менее ақша. Ары қарай уже сізде более-менее стабильный жағдай бар. 2400 доллар тұра берсін, ары қарай акция, облигация, басқа не алсаңыз болады. Қарызыңыз біткенде ана 40% не істеймін дейсіз ғой да? Сондайлар болады да. Давайте армандарыңызға жұмсаңыздар. Біреудің курсын бірдеңені оқуларыңыз келіп жүр ма? Соған ақырындап жинаңыздар. Саяхаттаңыз келіп жүр ма? Соған ақырындап жинаңыздар. В общем, да, кішкене өмір сүру керек қой. Ертең ғана емес, бүгін өмір сүру керек. Ары қарай жаңағы 500 мыңның 100 мың теңгесі инвестиция жасауға жетеді. Вот примерно осындай. 2 миллион болса, 500 мыңға тура пропорционально жасай бересіздер. Ең бірінші акцияны қаншаға алдың? Қанша теңгеге алдың? Ол кезде енді мен есімде жоқ, бір 90 доллар ма еді, сондай болған шығар. Может, одан да сондай айналада енді 2018-де қанша болды? Ал қазір сен даже қызыңа да акция қойғасын, иә? Қателеспесем. Ол қалай сонда тула салысымен не істедің ба, или қалай примерно? Қазақстан Республикасының заңы бойынша мен оларға счет аша алмаймын, бірақ мен өз атыма бірнеше брокерлік счет аша аламын. Мысалы да, мен енді Қазақстанда брокерлар көп қой, оның бәрін мен қолдана бермеймін. Тұрамда біреуін аламын да, халық инвест деп аталады, халық банктың ішіндегі брокер, содан счет ашып қоямын. Ол жерде бір ерекшелігі шетелдің биржасы емес, Қазақстанның биржасымен жұмыс жасайсың, сол жердің акцияларсын. Еще шетелдің акциясын алсаң да Қазақстан биржасынан аласың. Артықшылығы ол жерде 2050 жылға дейін салықтан босатылған. Пайда тапса да ертең 2050-де мен қызым қаншада болады, бұйырса нормально болады. 18 жасында мысалы толып, оны сатам десе салық төлемейді да, мысалы. 2050-ге дейін босатылған. Кемшілігі ол жерде ликвидность яз. Ликвидность деген мен сатқым келсе бірден ешкім сатып алмайды да. Күту керек, сондай дүниелер. Ол ретте ойлаймын. В целом сондай жеке брокерлік счетты қызыма алып қойдым. Басында туғанда енді көптен бастамайсың да, там 150 мың теңгеден бастадым, сосын 200 мың, 300 мың бүйтіп. Қазір мысалы қанша ол 1,5-да, бұйырса 1,5-ға толады, ода где-то 8,5 миллион теңге ма, соның айналасында бар. Енді күнде зерттей қарай бермеймін. Себебі инвестиция деген ол күнде қарай берсең
в общем ақша жоғалтасың. Себебі инвестицияның бір ерекшелігі, сен неғұрлым аз жұмыс жасасаң соғұрлым көп пайда түседі да. Сондықтан күнде қарай бермейсің, где-то 8,5 миллион теңге, оның 1,5 миллион теңгесі түскен пайдасы, где-то там 6,5-7 миллион теңгесінің арасында мен өзім салған ақша. Вообще кеше бір историяларыңнан, инстаграмнан байқадым, долларовый миллионер болғым келді дедің ғой? Иә. Қашан сен сондай цель қойдың, и қақтан келді ол идея? Ол идея келгенде мен кішкентай кезімде президент болуды армандағам. Соны түсіп жатырмын ғой. Жайлап па? Жоқ, мен білмеймін, кішкентай кезімнен бастап не үшін екенін білмеймін, мен бай болғым келетін. Сосын ойладым, наверное, ең бай адам президент шығар деп, кішкентай кезімнен президент болуды армандап жүрдім. Сосын бір күні барамын да, мама, әлемде ең бай адам президент па десем, жоқ дейді, кім? Банкир дейді. Онда мен банкир боламын деп ойладым. В целом, мағынасы неде? Өмір бақи бай болам деп ойладым, білмеймін енді, Құдай біледі ғой не болатын. Но бай болам деп ойладым. Бай болам деп ойлаған еще анандайдан келеді да, мен кішкентай кезімде сабақ жақсы оқығам, бізде үйдегілер бәрі айтатын, оқысаң күшті боласың деп. Сабақ жақсы оқығам, сосын мен ауылда да мектепте күшті болдым, и анандай как будто бір ерекше адам сияқты өзім сезіндім да, хотя түсінім мен ондай емес екенін қазір білем, ерекше емес екенін, но ерекше адам сияқты сезініп жүрмін. Физматқа түстім, анау и анандайда барлығы айтады да, мынау ақшамен түсіп кетті, мынау бүйтіп кетті деп, жан жақтағылар туралы айтады, а мен туралы айтқан кезде мынау точно өз күшімен деп айтатын адам. Потому что көп оқыдым да. Сөйтіп мен өзімді ерекше сезініп жүргенде мынандай ой болады адамдарда. Возможно, ол бәрінде болатын шығар, менде ғана емес, мен білмеймін. Бір күні бірдеңе болады да, мен бай боламын. Сондай ой, соны күтіп жүресің да, бір күні бірдеңе болады да. Үміт дейді ғой. Бәрі бір нәрседен үміттенеді. Бәрінде бола ма? Мен енді көбісінде, көп адамда бәрі бір нәрседен үміттеніп жүреді. Бір нәрсе болып қалады да, бүйтіп қалады. Мен де сөйтіп ойлағам. Мен сөйтіп жүресің енді, бизнес ашып жіберемін да, жүріп кетеді. Ашып жіберемін, жүріп кетеді. Сосын еще мен бизнестер ашып көрдім ғой, студент кезімде жаңа. Как будто анандай просто жүрмейді екен да, опыт керек екен да, потому что сен білмейтін заттар көп шығады. Өткенде бір подкаст көргенмін, кім бар ғой, Бексұлтан деген, TikTok хаустың продюсер, қазір дейтін сериал шығарады екен, сол айтады, вычканайын деген сөздері бар екен олардың, мен білмеймін, соны көріп жатырмын да, вычканайын дегенде ол айтады, подводный камень, мысалы, біз білмейтін заттар көп шығады, кез келген бизнес сондай шығады екен, оны білмеймін ғой, бірақ мен сондай ойда жүрдім, содан кейін жаңа қарызға кірдім, үйттім, одан шықтым. Сол кезде де сеніп жүрдім, бай боламын. Но бір күні просто мынандай болған жоқ та, бір күні тұрып батыс идея келді емес, просто жүріп, мен мынаны түсіне бастадым. Так. Мен кажется, ерекше емес сияқты. Кажется, мен ешкімнен артық емеспін. Себебі елдің бәрі жасаған қателікті мен де жасап жатырмын, дұрыс па? Елдің бәрі жүрген жолмен мен де жүріп жатырмын. Вот мен де қиналып жүрмін. Бывало, андай автобус, таксимен жүрмейсің да, жаяу бір қаланың бір шетінен екінші шетіне барасың, потому что вот так дешевле, солай арзанырақ. Мысалы да, менде мынандай болған даже, анандай, сондай өмірдегі историялардың бәрі жинала беретін шығар, мынандай болған. Бір репетитор болып сабақ беремін мен математикадан. И Астанада күн суық қой, кешкі сағат 7-те ма шығам универден. Сөйтіп автобусқа отырып барамын да, пересадкаға үлгермей қалам. И бітті, автобус бітіп қалды, далада боран соғып тұр, мен вообще қозғаламаймын, қатып қалғам, дірілдеп. Жолда бір апа мен ата, машинамен тоқтайды да, мені дейтін бүйтіп сүйреп кіргізеді ғой машинаға, алып кетіп жолда. Сөйтіп сондай кездерде болғанда, сондай жиналып, мен түсіндім, так вот, ладно, мен походу ерекше емеспін. Ерекше емес болсам, значит, бір күні бірдеңе болмайды. Анандай момент болмайды ешқашан менде. Міне, бай бола. Онда ешқашан болмайды. Ешқашан болмаса маған не істеу керек? Походу, асықпай соны жасайтын план жасау керек. И сөйтіп жиналып келді да, ақырында уже бизнес жасап, сөйтіп бастап жатқан кезде, бір 2020 жылдарыма мен план қойдым өзіме. Ол кезде менде анандай болады ғой, ни гроша за душой деген сөз бар ғой. Артын ешқандай тиын тебен жоқ. Ну, банковский счетымда бір 2,000-3,000 долларым бар шығар. Может, 4,000 доллар ма сондай болған шығар. Басқа түгім жоқ. Бизнес жасап жүрмін, үйреніп жүрмін. Сөйтіп, мынандай өзіме мақсат қоямын, ол кезде 25-те шығарам. 2031 жылға дейін мен доллармен миллионер боламын. Доллармен миллионер боламын деген банковский счетымда $1 миллион жатуға міндетті емес. Ол менің дейтін малымды, мүлкімді, машинамды, басқа дүниелерімді қосқан кезде $1 миллион болу керек. Иә, түсіндіре өтейік, долларовый миллионер болу үшін сенде либо $1 миллион ақша болу керек, 500 миллион теңгедей.
либо ол уже мал, мүлік, үй, капитал, машина, акцияң, облигацияң, осының бәрінің құрамы 1 миллион доллар болатын болса, онда сен доллар миллионерсің, дұрыс қой? Иә. Енді мына айтылған дүниелердің барлығы, ол ақша да соның бірі да, ол капитал деп аталады. Капитал деген ол ақша капиталдың бір формасы. Мысалы айтады ғой, судың қанша формасы бар десе, 3 формасы бар дейді. Сұйық, қатты, газ түрінде дейді. Ақша да сол сияқты да, ол дейтін ликвидный ақша, ол сұйық. Бір ақшаны любой затқа ауыстыра салуға оңай да, бір бутылкадан екінші бутылкаға құю. Сұйық. Бірақ оның қатты формалары да болады. Мысалы, жылжымайтын мүлік деген сияқты да, тағы да басқа газ формалары болады. Қолмен ұстап көре алмайсың, сен оны қатты емес, бірақ ол да бағалы да, ол да ақшаның формасы, акция, облигация деген сондайлар да. Яғни, капиталдың әртүрлі формасы бар. Бәрібір сен қандай формасында ұстасаң да, мысалы, суды пар күйінде ұстасаң, оны дейтін бүйтіп қойып қойсаң, ол конденсацияланады, суға айналады. Холодильникке салсаң қатады, бірақ бәрібір ол сол бір су ғой. Сол сияқты мыналар капитал да бәрі бір ақша ғой. Сол капиталдың бәрін қосқан кезде ол 1 миллион доллар болу керек. Мен жоспарым бойынша 2031 жылға дейін сол 1 миллион долларға жетем деген мақсат болды. Басында мысалы менде 5 мың доллар бар ма, оны 2 есеге көбейту оңайырақ басында, дұрыс па? Сенде 100 мың болса 200 мың жасау оңай ғой. Сол басында 2 есе көбейіп тұрады. Мен жоспарым бойынша мысалы 5 мыңнан 10 мың болады, 10 мыңнан 20 мың болады, 20 мыңнан 50 мың болады, 50 мыңнан 100 мың болады дейді. Ары қарай уже кішкене 2 есе көбейту қиынырақ та. Но в целом осы 2031-ге дейін 1 миллион доллар жинау керек еді. Чисто геометрический прогресс емес, жай прогресс емес. Арифметика мен геометрияның ортасына дейікші. Так вот, сол мақсат бар. Одан кейін екінші мақсат, енді 31 жасқа толғаннан кейін 1 миллион болса не істеймін дейсің ғой. Ақшаң жоқ кезде 1 миллионнан көп ақша көрінеді. Таңдай, все, жатып өмір сүремін деген. Бірақ мен ойладым, явно типа Google-ға жазсам, қанша миллионер бар екен. Қазір мысалы Қазақстанда 50 мың шақты миллионер бар дейді да. Миллион доллар бар. Америкада ол кезде енді есімде жоқ, но где-то 20 миллионның шамасында миллионер бар екен. Так вот мен ойлаймын, так, Америкада сонда 20 миллион адам шалқып өмір сүріп жатыр ма? Ну явно олар жұмыс жасайтын шығар деймін да, типа безработица қанша процент қараймын, 3%. Ну явно 20 миллион емес та. Яғни жұмыс жасамай жүрген адамдар көп емес мысалы да. Олар дәл жұмыс, походу 1 миллион доллар деген саған жұмыс жасамауға жетпейтін сияқты. Есептеймін былай, қанша процент доходность береді. Америкада мысалы облигация деген болады, гособлигация. 4% доходность береді. Бізде қанша береді? Осындай. Ана жақта акцияларға салсам қанша болады? Дивидендтар обычно где-то 15 миллион доллар керек екен. Так, 15 миллион доллар табу үшін маған қанша уақыт керек? 1 миллионға жету қиын, дальше оңайырақ болу керек деп ойладым. Білмеймін, может қиын болатын шығар, әлі білмеймін ғой. Но 15 миллион долларды бұйыртса 36 жасыма дейін жасауым керек деген жоспар бар. Ал 31 жасыңа дейін доллар миллионер болу керек едің. Бұйырса, иә. Құдай қаласа, это цель. Но как ты идешь? Қанша қалды енді? Асып бара жатырмын. Иә? Ертерек болып қалатын сияқтысың ба? Мен 28-демін қазір. Бұйырса 29-да болатын сияқтымын ғой. Вообще, менде доллар миллионер болуға деген мынандай болған. Мен бір обучениеге барам, тренингке тоже. И сол жерде спикер $1 миллион әңгімесін айтып жатыр қайта. Просто менде четко есімде қалып кеткен да осы момент. И $1 миллион там то все. И тұрамын да ойлаймын, $1 миллион деген сұмдық көп ақша ғой, там где-то 2020, наверное, или 21 ма. И тұрамын да жазам просто $1 миллион. Сөйтсем, қанша миллион шығарып бер где-то 450 миллион, допустим. И тұрамын да бөлем айға. Сөйтсем, там 30 миллионнан табу керек. Ну, это чистыми, если. И тұрамын да ойлаймын, типа, болады екен, ана нәрсені істеуге. Тоже мен де доллар миллионер боламын деп өзіме 5 жыл бергем тоже. Но қазір өтіп жатыр енді 5 жыл, там 30-ға дейін боламын деген менде. Вот, Құдай қаласа, мен де ойлаймын, Алла қаласа келесі жылы доллар миллионер болып қалатын шығармын деп. Иә. Вообще, сен қалай ойлайсың, любой адам долларовый миллионер бола ма? Ну, во-первых, енді бұл долларовый миллионер деген қайдан шығады? Ол культ бар ғой Америкада, ойымды деп аталады да, там $1 миллион культ. Сондай культ бар. Сол культ болғандықтан ол американский мечтаның бір түрі, америкалық арман деген сондай бір не бар, ағым. Соның бір түрі ғой. Ол ағымның мағынасы не? Елдің бәрі оны жасай алмайды. Менің ойымша елдің бәрі $1 миллион жасай алмайды. Бірақ анандай $1 миллион жасай алмай, бірақ мақсат қойып, соның жартысын жасаған, вообще ой жасай алмаймын екен деп жатқаннан гөрі жақсырақ та. Себебі, $500 өзі жаман емес ақша ғой негізі. Да? Сондай. Бірақ да, мен ондайға сенбеймін. Мысалы, елдің бәрі $1 миллион жасай алады дегенге мен сенбеймін. Себебі, экономика олай жұмыс жасамайды. Экономикада елдің бәрі бай болуы мүмкін емес. Ну да, жоқ қара, былай айтуға болады, елдің бәрі $1 миллион жасай алмайды, ол понятно. Но кімде сондай бір желаниясы болатын болса, соған
сондай бір қатты желаниесі болатын болса баюға деген, вот сол жасай алады. Мысалы енді негізі вообще білім алып развитие жолында жүретіндер 10% екен ғой, там статистикаға сүйенсек әлемде, да. Біреулер бар ғой, даже бізді көріп отқандар енді ақылды адамдар ғой, бізді көріп отқандар более ақылды, самал осознанный, ізденіп қарап отқан адамдар. Біреулер бар ғой, вообще қарамайтын да ше. Вот соларды алып тастасақ болады. Айтады ғой, Саймұрат ше, $1 табатын адам $1 миллион табады, бірақ жолын білмей жатыр дейді да. Вот соған қарап мен бәрі дегенге мен де келіспеймін. Барлық адам болса ол не то болады, уже әлем дұрыс емес болып кететін еді ғой. Но кімде қатты желание болатын болса, доллар миллионер болуға әрекетін етсе, конечно, рисковать етіп, скорее всего болуға болады. Ну енді да, істемеген адаммен салыстырғанда істеген адам явно шансы көбірек қой. Иә. Бірақ короче анандай, как будто әрекет те жетпейтін сияқты, жеткілікті емес сияқты, как будто мысалы просто бір зат істей беру жеткілікті емес сияқты. Мысалы жаңағы айтишниктер, IT компанияда әртүрлі система бар. Солардың бірі Scrum деп аталатын система, жүйе да. Ол енді бизнесті білетіндер айтатын шығар. Енді мысалы Scrum деген сен короче, кайдзен деген сіздер жақсырақ білетін шығарсыздар да. Вот кайдзен сияқты осы жүйені жүйелеудің бір түрі ғой. Agile деген формасы бар американцда, соның Scrum деген түрі. Мағынасы не? Мағынасы мынандай. Сен бір зат істейсің, одан қате шығады, сол қателікті түзетесің да қайтадан істейсің. Қате біткенше істей бересің да, короче. Яғни просто әрекет емес, әрекетте біз қателіктен қорықпай жасауымыз керек та. Мысалы, қателік бола ма? Хорошо. Тура сол қателікті алып тастаймыз да, қайтадан жасаймыз. Қателік бола ма? Тура сол қателікке алып келген жолды анықтаймыз, өзгертіп тастаймыз да, қайтадан жасаймыз. Яғни әрекет плюс осындай бір анализ керек шығар, анализ. Ну, плюс еще стабильный, дисциплинированный күнде жасау керек. Мысалы, себебі күнде жасамасақ біз қателікті білмейміз ғой. И ғылымды зерттейтін кісілер оны точно білу керек. Выборка деген енді мынандай, короче, сен зерттейтін белгілі бір іс-әрекетті табасың да. Сол іс-әрекеттің саны неғұрлым көп болса, қателікті азайтудың ықтималдылығы соғұрлым көбірек болады. Яғни успехтің мүмкіндігі соғұрлым арта береді да. Сол үшін көп әрекет, но анализ жасалған әрекет и стабильный болу керек. Иә, осы мысалы көп әрекет дұрыс болуына білім керек қой негізі. Білім керек, тәжірибе керек, көп рет повторение керек. Иә, мысалы мен бүйтіп айтамын да, бағанағы мен сторис салдым даже. Адам рисковать ету керек, рисковать етуге сенімділік керек. Енді адам сенімділі болған кезде рискқа бара алады. Рискқа барған кезде нәтиже алады, либо промах болады. Қателеседі. Қателескен кезде тәжірибе алады. Типа нәтиже либо тәжірибе. Тәжірибеден сен тұрасың да қайттан бағана сен айтқандай дұрыстайсың, қайттан істейсің, тәжірибе ол бәрібір нәтижеге алып келеді. Егер ол дұрыс істесе да, енді бір қателікті қайталай беретін ақымақ болмаса. Я думаю, вот. Ал вообще кредитке көзқарасың қалай енді сен? Мысалы осы қаржылық сауаттылықта кеше спикер болып жатсың, көрдім мен сені, выступать етіп жатсың, шақырып тұрады. Сол кезде қаржылық сауаттылық бойынша выступать еттің ба? Барлық жерде қаржылық сауаттылық бойынша менде. Тарихтан шақырсаңдар или математикадан. Вообще енді осы қаржылық сауаттылықта сен осы өзіңнің выступлениелеріңде осы кредит туралы да айтасың ба? Қосып өтесің ба осы теманы? Айтам, иә, сұраса айтам. Ну, мен кредитқа көзқарасым жаман деп айта алмаймын, жақсы кредитқа көзқарасым. Бірақ енді кредиттің түрлері болады ғой. Мысалы, анандай мүлде жаман деп есептейтін кредиттарым бар. Мысалы, потребительский, тұтынушылық кредит, да. Тұтынушылық кредит деген ол сен ол ақшаны аласың да, сен одан не ешқандай қызмет тудырмайсың, не өнім тудырмайсың, просто жейсің да, болды. Короче, немесе бір той істейсің, допустим. Той істейсің да, холодильникті аласың, қойып қоясың, мебель аласың кредитке. Холодильник лақтырып жібересің, короче. Сондай, да, вот потребительский кредит. Короче, содан бөлек жақсы кредиттер болу мүмкін деп есептеймін. Мысалы, короче, Бразилияда сондай культ бар да, кезінде Сингапурда болған баспана алу деген культ. Қазақстанда да сондай культ бар да, өзімнің баспанам деген культ бар. Көбіне өзінің баспанасы жоқ болған поколениядан шығатын культ қой. Мысалы, баспана алып, соған ипотека алудың ешқандай жамандығы жоқ деп есептеймін мен. Но дұрыс есептеу керек та, тоже мысалы процентный ставкасы, пайыздық мөлшерлемесі тым үлкен болып, тым ұзақ қалсаң, өте үлкен переплата болады. Бірақ пайыздық мөлшерлемесі кішкене азырақ болып, өте ұзақ қалсаң, переплатасы кішкене азырақ болады да, заты қалтаңа ауыр тимейді. Мысалы, көбісі кредит алған кезде былай ойлайды да, қанша жылға и переплатасы қанша болады, и қанша ақша болады. И сол абсолютный сандармен ғана ойлайды. Бірақ былай ойлаған жақсырақ
қанша жылға переплатасын примерно қарайсыздар, қалтамның менің айлық шығынымның қанша процентіне бұл келеді деп. Себебі сіздерге гарантия берейін, егер де кредитіңіз айлық шығыныңыздың 50% және одан көбін алып жатса, все, сіздерде проблемасы одан шығу өте қиын болады. Өте қиын болады, типа сізде төмен құлдырай бересіз. Так что ипотека кредит алып жатсаңыздар, қалтаны бірінші ойлау керек. Это во-первых. Екіншісі мақсаты. Мысалы, сіз ипотека алып үй сатып алсаңыз, сіз просто капиталдың басқа формасына ауыстырдыңыз да. Мысалы, үйді дейтін қайтадан сатуға болады. Я, ликвидный емес, ұзақ уақыт сатасыз. Но кішкене навык болса, оны сатуға болады. Қайтадан ақша формасын ауыстырып, досрочно ананы жауып, просто переплатаңыздың бәрін нөлге алып келуге болады да негізі. Яғни ондай кредиттер жаман. Но холодильникті сіз сатамайсыз да. Сатуыңыз мүмкін. Зачем басқаға сіздің холодильнингіңіз? Екі есе арзан ғана сатып аласыз, солай. Сондай кредиттер. Немесе кейбір кредиттер бар, мысалы сіз айталық бизнесменсіз, бірақ енді бизнес жаңадан бастайтындарға кредитпен бастауға болмайды деп ойлаймын. Но мысалы сізде опыт бар, 4-5 жыл, может 10 жыл опытыңыз бар. Сіз дейтін жаңа точка ашу үшін сізде выбор бар да. Мысалы сіз ақшаны біреуден аласыз, немесе инвестиция тартасыз, немесе облигациялар тартуға болады, биржаға шығып, немесе кредит аласыз. Сол уақытта сізге қайсысы ыңғайлы, соны таңдайсыз ғой. Соның бірі ретінде, мысалы даму фонды сіздерге кредит беруі мүмкін әртүрлі. Сондайды қарастырса, ол тоже жаман емес деп есептеймін. Сондықтан кредиттің түріне қарай жақсы жаман кредит болады деп ойлаймын. И ол жақсы. Или типа былай айтсақ та, или актив или пассив деп, мысалы бағанағы алған затың саған ақша келмейтін болса, допустим, егер кредитке телефон алатын болсақ, мобилограф болып, и осымен ақша табатын болсақ, это более-менее. Ол жақсы кредит қой, солай ақша таба алсаң. Таба алсаң. Көбісі өзін алдайды ғой. Мен бұл телефон жұмысыма керек деп алады да, мақтану үшін алады ғой. Ол осы момент бар. Трезвый алу керек деп ойлаймын. А так менде өзім лично субъективті кредитке қатты бітіп қарсылығым жоқ ше. Егер дұрыс алынса да. Енді обычно кредитқа діни адамдар қарсы болатын шығар. Менің оған байланысты мен өз исламым, өз сенімім өзіме. Мен ешкімге навязывать етпеймін ешқандай сенімді да. Мен христиан бол, басқа бір, мен спокойно дос бола бере аламын. Сондай. Түсінікті. Ал вообще ең мықты инвестиция, қандай инвестиция? Қалай ойлайсың? Қайға салу керек ең мықты инвестиция? Оны білсем мен тек қана сол жерге ақша салатын едім ғой. Сен алып, имеется в виду, сен тұрасың да, корзиналарың көп қой, жан-жаққа саласың. Жан-жаққа саламын. Потому что, менің ойымша ең мықты инвестиция қайда дегенде ең дұрыс жауап білмеймін деген сөз сияқты. Білмеймін. Но өзімнің білмегенімді компенсация жасай аламын да. Мысалы, мен білмеймін, бірақ көп жерге салсам, ол жақсы инвестиция. Мысалы, адамдар айтады, недвижимостьқа салған жақсы дейді да. Недвижимостьқа салған, жылжымайтын мүлікке салған жақсы болған, ол 2000 жылдың басымен 2008 жылға дейін. 2007 жылға дейін өте жақсы болды. Қатты өскен да. Бірақ 2008 жылдан бастап дәл бүгінге дейін қарасақ, егер де сіз недвижкаға $1000 салсақ, бүгін дәл сол ақшаңыз $991 болатын еді. Яғни доллармен құлайтын еді. Теңгемен базар жоқ, өсіп жатыр от души, бірақ теңге дейтін сол кезден бастап қанша есе құлдырап кетті да. Яғни недвижка. Бірақ мына мысалы мен не айтқым келіп тұр? Уақыты болады, өзінің циклдары болады. Недвижканың жақсы болатын уақыты болады. Сосын дейтін недвижканың құлайтын уақыты болады. Мысалы 20-21 жылдары үй деген прямо анандай нан құсап өтетін да, пирожки құсап өтетін. Неге? Себебі ол кезде бізде пенсионкамызды алуға рұқсат берді, проценттің ставка өте төмен болды, льготный кредитование өте көп болды, пирожки құсап өтетін еді. 22 жылдың басында дейтін лавку прикрыли деп айтады. Ол кезде мысалы пайыздық мөлшерлеме, кредиттің, ипотеканың пайызы тым көтеріліп кетті, ешкім сатып алмайды, сондықтан машина мен квартира сол үшін өтпейді да. Как раз таки қазір түсіп жатыр, қазір уже келесі жылдан бастап, 10 жылдан бастап өте бастауы мүмкін. Сондай. Яғни өзінің уақыттары болады. Недвижка, акцияның ішінде енді акция дейтін әртүрлі саладан ғой, сол саласына байланысты. Мысалы технологиялық акциялар 22 жыл, бір жыл бойы страшно құлады. 50%, 80%-ке дейін құлағандар бар да. Бірақ одан кейін қазір 2 есе өсіп жатыр да.
яғни қазір акциялардың жақсы 23-24 жыл жақсы, именно технологиялық акциялардың. Мұнайдың акциялары сол 22 жылы жақсы көтерілді, потому что мұнайдың бағасы жоғары болды да. Яғни бұл акция. Облигацияға келетін болсақ, облигация более-менее стабильный, но оның да доходности кішкене болса да өзгереді. Но ол более-менее стабильный, қатты өзгермейді. Мысалы, саған 1000 теңгемді бердім ба, оның бағасы өзгеруі мүмкін, бірақ бір рет салып қойсам, ол қанша болса да сен маған 1000 теңгемді қайтарып бересің да, банкрот болып кетпесең болды. Банкрот болған күннің өзінде де біраз бөлігін шығарып алуға болады. Сондай облигация. Мысалы, алтын қазір қатты көтеріліп жатыр. Дұрыс па? Мен дейтін осыдан 1,5 жыл бұрын алып жатқан алтындарым, мысалы 29 мың сондайдан алатын 1 грамм. Қазір уже 41 бәле 1 грамм болып тұр да. Яғни солай көтеріледі алтын деген. Кейбіреулер айтады, там білімге салу керек деп та. Но ол жерде де кәдімгі циклдар бар да, білімге салады. Мысалы, сен жас кезіңде білімге салған намного эффективнее, сен дейтін мысалы там 50 жаста білімге салғаннан гөрі да. 50 жаста мысалы сен өмір бақи тәжірибе жинағанда резко өзгертіп кету қиын. Лучше сен дейтін өзіңнің білетін салаңда көбірек білім жинаған жақсырақ та. Сондықтан, короче, инвестицияның жақсы түрі бар ма десе, мен білмеймін деп айтатын. Ну, жақсы түрі точно бар, бірақ қайсы ең жақсы десе, ну, қазір қандай уақытта жүрміз, соған байланысты ғой барлығы. Вообще осы білім демекші, өзің қақын оқыдың, осыны былай обучениеңе, біліміңе? Мен мамандығым сондай. Мен мамандығым экономика. Яғни, мен енді Назарбаев университетінде оққам, сол жерде экономика мамандығын, Liberal Arts of Economics деп аталады. Сонда экономикада оққам, кейін магистратурамды мен проектный менеджментті оқыдым, бірақ проектный менеджменттің ішінде көбіне там экономика, финансы саласына қарай бағытталып оқыдым. Сосын докторантура 1 жыл оқыдым да, дальше докторантура керек емес деп ойладым, но докторантурада да менің мамандығым экономика болған. Яғни мен, короче, экономика, макроэкономика, микроэкономика дегеннен более-менее, короче, твердый білім бар. Плюс еще практика бар ғой, мен дейтін акция, облигация мен дейтін 2018-ден бері жұмыс жасаймын. Ол кезде мысалы акция, облигацияны бізге ешкім үйреткен жоқ қой. Біз шетелдікін оқитынбыз. Мысалы Америкада Нью-Йорк Institute of Finance деген бар, соның дейтін edX-та курстар болатын. Сол теханализ, басқа курстарын сатып алдым осы акцияға байланысты. Содан кейін Эл Брукс деген трейдер кісі бар, трейдинг курстарын сатып алып біраз уақыт трейдингмен айналыстым. Astro FX деген как раз трейдингдер, солармен айналысып, үйтіп практикантта үйреніп. Но в целом твердый білім, жаңағы курстар бар, өзімнің практикам бар, сонымен жиналды деп ойлаймын. Ну, и то мен әлі күнге дейін оқимын ғой, себебі қаржы саласы, экономика саласы, кез келген сала сияқты, сен өміріңнің неғұрлым көп оқысаң, соғұрлым аз білетініңді түсіне бересің да. Сол үшін білгенім 1.9, білмегенім 99 деген айтылатын шығар. Иә, сол үшін де. Ал негізі өзің Алматының баласысың ба? Алматыныкімін. Алматы облысында, Жамбыл ауданы, Ұзынағаштың ар жағында Шиен деген жер бар. Ұзынағаштың ар жағындағы Шиен. Ал қазір тұрасың? Астанада тұрам. Ал бала шаға? Астанада тұрады. Кеше машина алдыңыз ка, жақында, по-моему. Алдым. Не машина алдың? Майбах алдым. Ой, құтты олсын, молодец. Оған дейін, немен жүрген едің? BMW X7 деген машина болды. А вообще просто осындай акцияға неге инвестировать ететіндер өздеріне позволить етпейді ғой, енді көбінесе ше. Амай жаңағыдай ақшаның бәрін ары қарай көбейтіп, допустим, өйстеді. Ал сен арасында по-любому ақшаңды құртайықта деген нең бар екен, осы ұнады да просто. Ол құртатын ақша емес қой. Мысалы, ол енді капиталдың түрі ғой. Мысалы, мен біреулер айтады, ой, машина актив емес, машина пассив, капитал емес деп. Капитал болмаса сен машинаны сата алмайтын едің. Мен машинаны сатып алам ба? Да, там depreciation деп аталады ол. Бағаның құлауы болуы мүмкін, может 10%-ке, может басқа процентке. Но сен мысалы Майбахты алсаң, салоннан шыққанда 20%-ке құлайды. Бірақ салоннан алмасаң, онда олай құламайды ол, мысалы да. Разница құлайды. Да, азырақ құлайды. Разница бар ғой. Сол үшін мен мысалы машина алдым ба? Иә, менің ақшам заморозкада тұр. Бірақ маған қазір типа бизнесіме страшно құюға ақша керек емес болса, мен так там бизнесім табысын маған қанағаттандыратын болса, онда мен ақшамды заморозкаға қоюға дайынмын. Себебі мен ақшамды далаға шығарып жатқан жоқпын да, мен дейтін ақшамды парковать етіп жатырмын. Паркинг дейді, ақшамды парковкаға қойып жатырмын да. Ол машина парковкада, ол мысалы там басқа машина болуы, ол недвижимость, ол акция, ол облигация, ол алтын. Ертең мысалы Rolex сағат алсам, ол да парковка. Себебі мен Rolex'ты да сата аламын. Бірақ мен ақшамды мысалы сата алмайтын зат сатып алсам, мысалы украшение. Украшениені сату қиын да, мысалы бағасы қатты түседі. Украшениені мен не үшін украшение аламын да, мысалы, когда қымбат сағат алып, оның бағасы қатты түспейтін болса.
сағаттың да түрі болады мысалы, сондай ғой. Сен бағасы түспейтін сағат алсаң, ол екі түрлі. Біріншіден практикалық рөлі сенің там статусың, сен мақтанады, білмеймін ғой, короче, сағат қарайсың да, біреулер айтады ғой, сағатты қандай сағат болса да уақыт қана көрсетеді деп. Но сағаттың рөлі тек қана уақыт көрсету емес қой, ол сенің еще дейтін кішкене өзіңе сенімділік, тағы да басқа әртүрлі да, мысалы капитал түрінде. Сондықтан ақшаны құрту емес, ол ақшаны парковать ету. Ақшаны құрту деген ол мысалы мен тұрамда айлық шығындарым, күнделікті айлық шығындарым мысалы 15 миллион бірдеңе болса, еще қаяққа кетіп жатқанын білмесем, құртам. Парковать етсем, ол құрту емес. Сондықтан анау өзіңнен аяу бірдеңе дейді ғой, сол теманы мен қатты түсінбеймін мен. Короче, бүгін де ертең де өмір сүруге мүмкіндік жасау керек деп ойлаймын. Иә, тема. Вообще, қазір енді Астанадасың. Кеттік кішкене Бутиоға, кішкене неге. Қалай, неге ойға Алматыдан Астанаға? Мен, короче, кеше 16-сы күні ма, 17-сы ма келдім Алматыға. Жаңбыр жауды Алматыда. Жаңбыр жауды, содан кейін как раз осы жаңа мамама, әйеліме квартира алып жатырмын дедім, соны кілтін алдық та, сағат 17:00-де кілтін алдық та, ортада Сәтбаевада үйге кіріп қызымызды алдық, сөйтіп мен мамамның жер үйі бар Көксай, соған қарай бардық та. И вот сол жолға 17:30-дан шықтым, үйге сағат 8-ден кеткен, 8:30 ба сондай шамада жеттім. Жолға 5 сағат жұмсау бір қаланың ішінде мен заңсыз деп ойлаймын. Незаконно, да, ол. Вот Алматы маған осындай жұмыс жасауға мүмкіндік бермейтін қала деп ойлаймын. Мен өзім енді демалғанды жақсы көретін басқа ондай адам емеспін. Мен жұмыс жасағанды жақсы көретін адаммын. Жұмыс жасағанды жақсы көрсем, маған дейтін жұмыс жасауға жағдай керек. Жағдай, ол мен тұрдым, тамағымды іштім, офисыма бардым, сол офисымда жолда 3 сағат жұмсаған жоқпын да, мысалы 20 минут жұмсадым, бардым офисымда түсіретін контент түсірдім, оқитын затымды оқыдым, жұмысымды жасадым, кешке қарай қайттым. Сол маған керек та, мысалы Алматыда ондай мүмкіндікті өзіме жасай алмаймын. Мысалы мен енді адамдармен де кездесуім керек, адам күні адаммен. Мен мысалы тұрамын, мен осындай подкастқа келгім келеді, мен басқа жаққа кездескім келеді. Жолда дейтін там 17 сағат кетіп жатса, мен үшін ол ең ыңғайсыз қала. Сондықтан алматылықтар ренжімеңдер, бірақ мына пробка маған өте ыңғайсыз. Бұл бір. Не үшін кеткенімді айтып жатырмын да. Екіншіден, Алматының ауасы, мына ауа деген кішкене иммунитетті өлтіретін ауа. Мен оны өзімнен де қараймын да, Алматыда мен жиі ауырам, Астанада сирек ауырам. Да, мысалы, сондай иммунитетке байланысты. Сол момент бар. Енді Алматының күшті моменттері бар, мысалы Астананың кемшіліктері. Там Астананың табиғаты Алматымен салыстырғанда кішкене нашар табиғат болмайды ғой енді, бірақ мен көңіліңе жағатын емес. Астана қазір суық, Алматы жып-жылы да. Бірақ таңдау жасайтын болсақ, менің карьерам үшін Астана маған ыңғайлы әзірге. Осы негізгі себеп. Түсінікті. Сен не үшін Астанада тұрасың, Алматыда тұрасың? Неге Шымкентте тұрмайсың? Мен Алматыға орта окружениеге бола келдім. Мен енді определенный Шымкентте біз определенно біз өстік. Бәрінен мықты болдық енді өзіміздің сферамызда, даже футболда, орта бизнеста. И неқа келсем өзімді кішкентай сезінемін да. Ал Шымкентте өзімді үлкен сезінемін. Өйткені бізге реально екінші орындағы конкуренттің өзі жақындай алмайтын, вообще алыспыз да. Ал неқа кеп өзімді кішкентай сезінген, маған жұмыс істеуге әсер еткендіктен осы жаққа келдім. Бірақ пробкасы ең жеп көретін нәрсем осы жақтың пробкасы. Мен бірақ бір жақсы жері көп подкаст тыңдайсың дейсің ғой. Но я стараюсь сағат 5 пен 8-дің арасында, именно 4-8-дің арасында шықпаймын. И азанда жақын жетіп алам. И тұратын жерім мен офисімді жақын ұстаймын. Енді максимально стараюсь осы жағынан. Мен де Алматыда тұрған кезде офисім мен үйімнің арасы жаяу 5 минут болған. Бірақ жаңбыр құйып тұрғанда жаяу жүргенге мен машинамен шықсам 30 минутта жететін. Тема ма? Вообще біз постоянно тағы айтамыз, сабақтарымызда анада пропагандировать етеміз адамның ортасының дұрыс болуын. Осы бойынша бір-екі нәрсе айтып кетсек, қалай ойлайсың адамның өміріне орта қалай әсер етеді? Или сенің өміріңе қалай әсер етті? Мысалы сен сондай жерлерде оққаның, допустим, жаңағыдай ең мықты жерлерде оққаның немесе осы өмір жолыңда вообще. Во-первых, анандай, короче, мен дейтін орта іздеу деген моментті қатты түсінбейтін сияқтымын. Себебі сен жұмысың жақсы жасасаң, ортаң да жақсы болады деп ойлаймын мен негізі. Мысалы, мен әрине ол сен, короче,
білмеймін, если честно де. Нақты бірдеңе жоқ. Мысалы мен өзімнің тарихыма қарайтын болсақ, мен физматқа түстім, бірақ физматта осы балалар күшті болса екен деп ойлаған жоқпын да. Мысалы физматқа түскен кезде мен ойладым, физмат топ 1. Мысалы мен үшін топ 1 болды. Мен математик болмын. Топ 1 болды. Физматқа түсіп мен оқитын болсам, онда мен көп зат білемін деп ойладым да. Енді мұғалімдер мықты, анау физматқа түстім. Бірақ сол физматқа мақсатым 1 болды да, оқу деген мақсат болды. Бірақ физматқа түскеннен кейін менің ортам маған көзімді ашты, страшно көзімді ашты. Себебі мен физматқа дейін ЕНТ-дан 100 балдан ассам, Центральный Азиатский университетке грантқа түссем деген оймен жүргем да. Сосын кезе келе Казгоға грантқа түссем деп. Бірақ физматқа түскеннен кейін мен ойладым, қайда Казгоға қумандар, сондай ойладым да енді. КБТУ, ладно, может КБТУға болады да. Сөйтіп ойладым мен, мысалы ЕНТ 100, қаяқтағы 100 балл 125 алу керек та. Мысалы шетелге түсу керек, олимпиада ұту керек. Сондай да. Неге өйтіп ойлаймын? Потому что мен достарымның барлығы сөйтеді да. Типа осы орта. Соны айтып жатырмын, сен дейтін белгілі бір мақсатпен белгілі бір істі жасадың, бірақ сол жасайтын кезде мына орта деген өздерінің көзқарасымен мені өзгертіп жіберді. Яғни орта точно әсер етеді, бірақ именно ортаны қалай іздеу керек или іздеу керек па вообще білмеймін. Мысалы мен нуға түстім, тоже орта үшін. Бірақ ну дейтін мені вообще басқа қырымнан. Вообще мен нуға түскенге дейін өте консервативный адам болғам. Нуға түстім да, мен нуға мысалы білім аламын деп түстім, бірақ мен көзқарасым кішкене адамдардың құқықтары, либерализм, мысалы әйел мен еркектің теңдігі туралы мен ойланам деп ойламаппын да. Бірақ мысалы қазір мен өмір салтым дейтін сол кезде көзқарастардың өзгерісіне тығыз байланысты. Мысалы мен нуға түскенге дейін тарихты терең зерттеймін деп ойламаппын да. Мысалы мен тарих деген сабақ алғам просто, сол кеңес одағының тарих. Сол жерден бастап мысалы тарих, әдебиет, литература, мен математик боламын деп барғам, литература, экономика оқимын деп ойламаған мен ол кезде де, мен математик болғам. Сондай дүниелер, сол орта мен тартып айналдырып алып кетті да, бүлде жаңа адам шығарады. Сондықтан орта ол сен кіммен араласасың, сол сенің қандай адам болатыныңды шешеді деп ойлаймын. Бірақ жақсы ортаны қалай іздеу керек, оны білмеймін. Түсінікті. Окей. Ал кеттік тағын біз жаңа қаржылық сауаттылық бойынша тағы да ше. Енді вообще кеңес беріп өтсек, бағана да сен айтып кеттің ғой, ақшаны қалай ұстау керек екеніне. Тағы да вообще ақшаны қалай ұстап, қалай көбейтеміз? Вообще ең бірінші лютый база айтайын деші. База айтайын вообще фундаменттарды. Ең бірінші ақшаны жұмсауды үйрену, ең бірінші үйренетін навык ол ақшаны жұмсауды үйрену. Ең бірінші мен ойымша. Өйткені бәрі табалады, Жоқ, табалатын қазір келеміз. Просто бәрі ақшамен қарым-қатынас жасайды да. Сен ақшамен мамаңнан көбірек қарым-қатынас жасайсың да. Сен киіп жүрген киіміңнен гөрі ақшамен көбірек қарым-қатынас. Себебі киім ауысады да. Ақша дейтін сенде постоянно қолыңа келіп атады, кетіп атады. Ақшаң жоқ болса, сенің өмірдегі ең үлкен уайымыңа ақша болады да. Себебі ақшасы жоқтар ғой, ақша туралы көп ойлайтын. Сондай. Яғни ақша сенің өміріңде өте тығыз семен байланысады. Бірақ саған ешкім ақша туралы үйретпейді. Кішкентай кезіңнен бастап сен түсінбейсің. Әке, мен саған шоколад алып беремін. Сен түсінбейсің бірдеңе. Сен баласың ғой. Өскенде өзің ақшаны табасың, сол істейсің. Өскенде сен бізді асырайсың. Білмеймін, короче. Сондай ақша туралы ондай немене жоқ та, былай отырып, балам қара, ақша деген мынау деген мынау, мына кітапты оқысаң былай болады. Мына жерде мынандай отырып, столдың басында отырып, акция деген осындай, мынандай ешкім әңгіме айтпайды, столдың басында отырып, мына кредит деген қанышты бар ғой. Сондай да, короче. И как будто типа мысалы, мен әкесіз өскем, но я представляю, әкесі бар балалар дейтін, әкесі столдың басында отырып, мына кредит қанды ішіп қойды десе, енді бала деген әкесінің өзіне қандай болса да қаһарман көреді ғой. Ол елестетеді, походу мен де өскенде өйстіп отырамын деп елестетеді. Жақсы сияқты, как будто. И вот, үйретпейді ешкім бізге ақшаны. Так вот, біз есейемізді ақшаны үйренуіміз керек. Бізге қолымызға мә деп уже ақша бере бастайды. Студент кезінен бастап, мысалы, біреулер береді, стипендия болады, басқа береді. И біз сол ақшаны қалай жұмсасам деген идея, ол бізде ең бірінші идея болу керек. Көбісі ақшаны қалай жұмсасам дегенге қалай қарайды? Тұтынушылықпен қарайды. Мысалы, маған мына зат керек, осыны аламын, мынау зат керек, осыны аламын, өмірдің қиындығынан шығу керек осыны да. Бірақ мына дүниені еске алмайды. Ақша ең бірінші бізде қалу керек. Мысалы, саят ақша, ондай беру керек емес маған да. Мен өзіме ақшаны қалдыруым керек. Маған мамама беру, басқа беру, ол екінші, үшінші орында қалар. Бірінші орында мен өзіме ақша беруім керек та. Сол үшін маған қолыма стипендия түсе ма, хотя бы өлдім деген 40 мың аластарды қазір да, оның 4 мың теңгесін мен өзіме берем.
өзіме долларға ауыстырамын да, міне қалтама салып қоямын, жастығыма салып, білмеймін, любой жерге, там брокерский счет, акцияға салып қоямын, ешкімге бермеймін оны. И желательно ешқашан ешкімге бермеймін, потому что менікі, я заработал эти деньги, да. Қалған ақшаны, пожалуйста, кондукторға бер, саған біреу тамақ істеп берді ма, оған бер, анаға, сенің ақшаларың емес қой олар да, конкретно сенің ақшаң, ана өзіңе беретінді беріп қойдың. И вот ең бірінші соны үйрену керек деп ойлаймын. Сен өзіңе ақшаны бер, өзіңді сыйлауың керек. Сен бұл өмірде, менің ойымша, сен адам деген өмірге кедей болу үшін тумайды. Адам деген өмірге там анандай болады ғой, бір күннен екінші күнге дейін табысымды жеткізсем деген өмір сүру үшін тумайды. Адам өмірде өзіне ақша беру үшін туады. Сондықтан өзіңе ақша беруің керек в целом. Өзіңе ақша беру деген әдет болса, қалған әдеттердің барлығы нормально болып кетеді. Вот эти типа кредит алу, қарыз алмау, бірдеңе, потому что өзіңе беретінмен постоянно есептейсің да. Сен қарызың болса да бірінші өзіңе беруің керек. Себебі саған кім артық, сен артық па әлде сен қарыз берген адам артық па? Конечно, сен өзіңе беру деген ол өзіңе футболка сатып алып беру емес. Прямо ақша беруің керек өзіңе. Капитал беруің керек та. Себебі сол капитал ғана саған үлкен ақша жасайды. Басқа капиталны ешқайсы жасамайды. Хоть мен білемін адамдарды 15 миллион табады, 15 миллион жұмсайды. Так вот, одан гөрі кім байырақ білесіз ба? 40 мың тауып 4 мың теңге сақтап қойған адам анадан көріп бай. Потому что 15 миллион қайда кеткенін білмейді да, далаға кетіп. Я походу өзіне эмоция алып жатқан шығар, но ешкімге керек емес эмоциясы. Ну вот, өзіңе бер, осыны үйреніп алу керек. Бірінші. Екінші, қалай ақша табу керек екенін үйрену керек уже дальше. Себебі өзіңе бересің ғой, өзіңе сен көбірек бергің келсе, сен өзіңе қанша бересің? Общий сумманың 10%, общий сумманың 20% ғана өзіңе бересің да, одан артық өзіңе бермейсің. И вот өзіңе көбірек бергің келе ма, но общий сумманы көбейту керек. Ал көбірек ақша табуды үйрену керек. Көбірек ақша табу үшін не істейміз? Мен 100% оған эликсирді білмеймін. 100% дәріні білмеймін. Бірақ көбірек ақша табу үшін екі түрлі дүние керек деп ойлаймын. Біріншісі ол тәуекел, екіншісі сабыр. Иә? Мысалы, тәуекел етеміз, сабыр. Сабыр деген ол андай, көбісі может ойлайтын шығар, сабыр деген ол күтіп отыру деп. Мен ойымша сабыр деген күтіп отыру емес. Сабыр деген ол жасаған дүниеден нәтижені бірден күтпей, дисциплинаны сақтау. Қайтпау, қайсарлық десек болады. Қайсарлық, дисциплина әртүрлі да, мысалы. Главное, нәтижені бірден күтпей, нәтиже ұзақ уақыттан келетінін түсіне отырып, күнделікті дисциплинированно, қайсарлықпен, мотивациямен, басқамен күнделікті тірлікті. Жұмыс істегің келе ма? Істе. Жұмыс істегің келмей ма? Істе. Ауырып тұрсың ба? Істе. Ауырмай тұрсың ба? Істе. Настроение бар ма? Істе. Настроение жоқ па? Істе. Анандай видео бар еді ғой, work. Нәтиже бар? Жұмыс істе. Нәтиже бар ма? Тема. Нәтиже жоқ па? Тема. Себебі білім алып алдың. Жұмыс істе. Нәтиже бар болса, тема. Нәтиже жоқ па? Тема. Себебі сен дамыдың. Өзің өзгердің да. Сол сияқты. Нәтиже болар, болмас, бәрібір заты өзіміз дамып жатырмыз да. Сабыр деген. Осы, яғни тәуекел, сабыр. Енді қараймыз. Тәуекелді, мысалы, сабырды үйренуге болады. Ол да әдет, дұрыс па? Жасаймыз, күтеміз. Тәуекелді қалай? Тәуекел деген апасын зат қой. Себебі тәуекел деген, бізде қазақ қоғамда тәуекел деген романтизированный. Сен рисковать ет, бәрі жақсы болады деген. Рисковать етсең бәрі жақсы болмайды. Риск деген жаман зат қой. Себебі риск деген орын алса, все, сен ақшаңды жоғалттың, бәрі кетеді. Сен уақыт, вот. Бірақ рискті минимизировать етуге болады. Есептеуге болады. Рискті минимизация жасайтын не? Мысалы да, вот енді осы жерде мынандай жақсы дүние. Рискті минимизация не жасайды? Саған бір мысал келтірейін. Бір жар бар дедік. Бір жар ортасында мындай ағаштан көпір бар. Екінші жар бар. Екеуінің ортасын көпір жасайды да. И вот екі мотоциклист келеді. Біреу 10 жыл мотоцикл айдаған, біреу 1 жыл айдаған да мотоцикл. Екеуінің қайсысы оңай өтеді деп ойлайсың? 10 жыл айдаған. 10 жыл айдағанда тәуекел азырақ, дұрыс па? Себебі 1 жыл айдағанда тәуекел көп қой. Құлап кетуі мүмкін, тәжірибесі аз да. Ананың тәжірибесі көп, значит тәуекел азырақ. Походу, сонда тәжірибең неғұрлым көп болса, тәуекелің соғұрлым азырақ болады. Яғни білімің неғұрлым көп болса, значит тәуекелің азырақ. Тәуекел деген не? Тәуекел деген біз білмейтін бір кеңістік бар, сол кеңістікке көзді жұмып кіру. Ол кеңістіктің территориясы мынандай. Білімі жоқ адамдар үшін тәуекелдің территориясы мынандай болып қала береді. Білімі бар адамдарға мына білмейді деген кеңістік азая береді да, мына жерде қалады. Но мына жерде де ақша бар ғой. Көпшіліктің ақшасы мына жерде жатыр ғой, тәуекелде. Ол тәуекелді бірақ мен білемін да, мен үшін риск аз. Сол үшін, наверное, тәуекелді азайту үшін білім мен тәжірибе керек шығар деп ойлаймын. Ол менің жеке пікірім, мүмкін реальностьта да сондай шығар, сондай. В общем, яғни екіншісі ақшаны көбейтуді үйренеміз, ақшаны табуды үйренеміз. Үшіншісі, ол не менее важный,
ақшаны табуды білеміз, ақшаны өзімізге беруді білеміз. Үшінші навык, өзіміздің уақытты сатпай, ақшаны ақша табуға жұмсауды үйрену керек. Ол үшінші навык. Себебі ақшаны жұмысшы сату. Ақшаны жұмысшы сату. Да. Яғни сен қанша табасың, сағатына қанша табасың десе білмеймін деп айтуымыз керек қой. Яғни мен сағатына ақша таппауым, мен уақытымды сатпауым керек та. Сен біреудің уақытын сатып ал, басқасын істеп ал. Потому что біздің бүкіл әлем дейтін уақытты сататын адамдардың арқасында тұр ғой. Уақытты сатпайтын адам болсаң вообще тема. Яғни ақшаңды жібересің де барып ақша тауып келші дейсің. Олар барады там, мысалы 1000 теңгесін бересің, ол жылына 25 теңге алып келеді, 250 теңге алып келеді. Бір жерден жылына біреу 10 теңге алып келеді, біреу жылына там солдаттардың түрлері көп қой, қай біреу мықты, біреу арзан. Сөйтіп жұмсап жібереміз да, ана бизнесқа, мына бизнесқа, бір теңгеге, акцияға, облигацияға, недвижимостьқа бүйтіп сала береміз. Олар менсіз өздері ақша таба береді. Так вот, солар нормально ақша түсіре береді. Оны біреулер айтады, типа мал әртүрлі жерден ақша табу керек дейді, біреулер басқа дейді. Үш навык. Ақшаны бізге алып келеміз. Төртінші навык бар деп ойлаймын. Көбісі білмейтін. Қауіпсіздікті үйрену керек деп ойлаймын. Мысалы, сен ақшаңды табуды білесің, ақшаны өзіңе беруді білесің, ақшаны ақша табуға жұмсауды білесің, бірақ ақшаны қауіпсіздікте сақтау тоже самый проблема. Мысалы, қауіпсіздікте. Үшіншісіне тоқталып өтейік жаңағы. Біріншісі түсінікті, екіншісі түсінікті, үшіншісіне ақшаны ақшаға келу дегенді. Яғни сен ақшаңды акцияға, жаңағыдай облигацияға или болмаса бизнесқа бір нәрсеге салып, ақшаңды көбейту керексің. Ақша жасау керек. Осы үшіншісі, Яғни сен жұмыс жасамайсың, сен үшін ақша жұмыс жасайды. Иә. Енді төртіншісі, вот сол ақшаны қауіпсіздікте ұстау. Мысалы, ең примитивный мысал келтірейін. Енді біздің Қазақстанда анандай историяларды талай естігенбіз да. Вот типа отжали бизнес деген сөз бар. Да, сол сөздің мағынасын білесің ба? Отжали бизнес. Почти бәрі біледі. Бизнесін тартып алды деген. Бизнесін тартып алды түсініп тұрмын мен де. Бизнесін тартып алды дегенді бәрі біледі. Так вот, біз ондай сөзді по-хорошему білмеуіміз керек қой. По-хорошему бизнесін тартып алды деген термин болмау керек қой. Но бар, дұрыс па? Сондай әлемде өмір сүреміз. Яғни ондай әлемде өмір сүрсең, сен жаңа ақшаңды полностью қауіпсіздікте ұстай алмайсың никак. Бірақ сол ақшаның капиталдың белгілі бір сомасын на крайний случай жасауға болады, дұрыс па? Ұстауға. Яғни ол ақшаны қауіпсіздікте ұстайтын жолдары көп. Мысалы, трастовый фондтар, әртүрлі. Мысалы, мен ертең ақшаны өзім жинаймын да, балама беремін да. А балам оны, мысалы, шашып тасташы. Мен оны өмір бақи қаржылық сауаттылығы үйретемін да, бірақ сонда да шашатын болсашы. Мысалы, немесе ол баламның біреу басын айналдырып алып шашатын болсашы. Қорғау керек қой тоже, да? Мен себебі өзім ғана бай болғым келмейді, бүкіл отбасым, ұрпақтарымен бай болғанын қалаймын ғой, иә? Сол үшін, мысалы, трастовый фондтар деген болады. Мысалы, трастовый фондтардың, мысалы, траст қорлардың негізгі бір ерекшеліктер қандай. Мысалы, сен оған ақша саласың, балаң ол ақшаны аламайды, мысалы. Сонда не үшін саласың дейсің ғой? Трастовый фондтың инвестициясынан түскен пайдасының барлығы балаңдікі. Теласы балаңдікі емес та. Яғни балаң құртқысы келсе де ана ақшаны құртамайды, бірақ бүкіл пайдасын өзіне алып құрта бере алады. Яғни сонда қауіпсіздіктің енді жолдары көп ондай, бірақ төртінші навык ол кішкене уже жоғарғы уровень ғой. Енді сен ақшаң көп болса, мен ондай уровеньға жеткен жоқпын, бірақ тоже үйрену керек. Ақшаң көп болса, сондай уровеньға жетеміз да, сосын уже қауіпсіздікті де қарастыру керек. Мен ойымша осымен болады деп ойлаймын. Енді ортасында мысалы анандай моменттер болады да, мысалы ақшаны жаңа қайырымдылыққа жұмсау, басқа дүние, анау-мынау. Ол мен ойымша әркімнің өз жұмысы, бірақ кімнің жұмысы болса да обязательно деп ойлаймын. Сондай жасау керек. Бірақ ол дейтін мынау ортадағы мыналарға тәуелсіз промежуточный емес, параллельный дүние деп ойлаймын. Мына негізгі 4 қадам менің ойымша да осылар. Мына жерде қазір 1, 2, 3, 4 деп шықты бәрі. Ребят, и кетті. Ең бәріне қызық нәрсе ше, вообще. Қанша теңгеден бастап адам инвестиция бастаса болады? Айттым ғой, 1000 теңге. 1000 теңгеден бастап па, прям? 1000 теңгеге облигация сатып алуға болады. 1000 теңгеге сатып алсаң, саған жаңа 25% облигация мысалы 3 жылға десең, 3 жыл бойы үстіне 250 теңге түсіп тұрады. Депозитке салсаң, мысалы, 3 жыл бойы 14% түспейді, потому что қазір депозиттер түсіп жатыр ғой. 14%, 10%, 12% сондай түсу мүмкін. Исторически біздің Қазақстанда где-то 9% орташасы депозиттен. Сонда, в общем, аз-маз ақшадан бастап, где-то даже, допустим, айына 100 000, 200 000 теңге табатын адамдардан бастап, жайлап осы акцияға кіре берсе болады ғой, иә? Жайлап уже ала берсе болады. Иә, оның да жаңағы сияқты мына жерде ақшаны уровендарға бөлдік қой, қаржылық сауаттылық. Инвестиция да сондай уровендарға бөлінеді, басында мысалы широкий индекс деп
айтылады, мысалы ETF-тар бірдеңелер соларға алуға болады. Кейін мысалы сток пикинг деген болады, өзің жақсы көретін компанияларға иелік етуге болады. Ортасында облигация алуға болады, басқа не да. Но ол дүниені бастамаған адам үйрене алмайды. Бастасаң, сен өзіңе арналған стратегиялардан бастауға болады. Мысалы ETF-тар деген сіз айталық жаңағыдай $60 деген теңгемен где-то 30 мың теңге да, как раз там 2 жұмда болатын адам 30 мың инвестиция салады. $60 мысалы бір ETF-тар бар, оны сатып аласың, ішіне 500 акция кіреді. 5-еуі банкрот болса, ничего страшного, 495-і бар. Сондайлар да. Новичоктарға ондай инструменттер көп. Негізі оны разбираться етіп, кішкене осы бойынша білім алған жақсы ғой, вообще Ерекең Инстаграмы бар, Ютубы бар, тағы да басқа. Кстати, личный бренд қатты жүргізіп қарап атсын. Осы бойынша да білім алдың ба? Қалай болды сонда? Осы нәрсеге қалай келдің? Ол былай автоматтан кетіп қалды ма? Короче, мынандай, мысалы кезінде кім қай жерде болды екен? Төле би бар, Төле би мысалы қарадан шыққан ғой, енді хан емес. Бірақ ұлы жүзде хандар Төле бимен кеңескен дейді. Талай хан Төле бидің қарамағында болды дейді да. Ол Төле би бай болмаса, ондай болмайтын еді, дұрыс па? Да. Бай болмаса, ханның ешқайсы оның алдына келмейтін еді. Сен Төле би деген мысалы Ташкенттегі біраз жерді басқарған кісі ғой. Ташкенттің кейде бүкіл толығын, кейде жартысын өзі басқарған дейді. Қора-қора қойы болған дейді. Ертең емес енді Абылай хан кезінде оның жылқысын баққан деген сияқты әңгімелер бар ғой. Так вот, Төле би сондай болмаса, бүкіл хандар дейтін осылай жасамайтын еді. Бірақ Төле би дейтін жалғыз бай болған жоқ қой. Байлар көп қой, байлар көп, бірақ Төле бидің дейтін абыройы көп. Абыройы бар да. Төле бидің абыройы неден тұрады десек, ол бірнеше пункттан тұрады. Біріншісі, Төле бидің абыройы мықты болу үшін Төле би атақты болу керек. Елдің бәрі оны тану керек. Бірақ елдің бәрі танып, жаманатты болғандар да көп та. Яғни елдің бәрі сені танып қана қоймай, сонымен қатар сенің атың жақсы болу керек. Қара қылды қақ жарады, әділ деген сияқты мысалы да. Немесе енді мысалы қазақтың қонақжай деген сияқты әртүрлі. Яғни жеке брендті біреуден үйрендің ба десең, үйрендім деп айтыламын. Апам үйретті ауылда. Апам мысалы да кішкентай кезінен бастап мамам үйретті, көкем үйретті. Олар не дейді? Адал бол. Яғни менің дейтін как раз абыройымның бір бөлігі да. Мені жұрт ертең Еркебұлан шындықты айтады деп айтқан қалаймын да, мысалы өтірік айтпай. Мысалы, не сұрасаң да шындықты айтамын. Любой зат. Мысалы, адал бол дейді да, мысалы. Екіншіден, абыройлы болу үшін не істеу керек маған? Атақты болу керек. Себебі атағымды ешкім білмей, мен әлемдегі ең ақылды адам болайын, бірақ 4 бұрышты бөлменің ішінде жатып алып ақылды болсам, ол ешкімге керек емес. Мен ақылды екенімді бәрі білу керек та, мысалы. Скажем так, ақылды болсам. Яғни мен адал екенімді барлығы білу керек. Сондай. Базовый заттар, мысалы, базовый заттардан осындай дүние құралады. Яғни мен өзіме жол картасы бар. Мен адалмын. Мен білімді, яғни білімді әрдайым арттырамын да. Мен әрдайым адал, әрдайым білімді арттырамын и өте атақты болуым керек. Себебі атақты болмасам, мен нөмір 1 немесе нөмір 2, маған 10-қа кірсем де жеткілікті, нөмір 10-ға мысалы кіре алмаймын. Неге? Себебі жаңағы айтқаным сияқты да, әлемде қаншама ақылды ғалымдар бар, бірақ біз үшін әлемде ең ақылды адамдар Эйнштейн, Ньютон сияқты да, возможно, олардан ақылды адамдар дейтін болып, қайтыс болған шығар, біз оларды білмейміз да. Яғни кім елдің аузында болады, кім елдің есінде болады, сол, скорее всего, мықты там эксперт болмаса да топ-1 болады. Ал мықты эксперт болып тұрып елдің аузында болсаң, все, топ-0. Ондай болу мүмкін емес. Яғни осы базаны жасау үшін просто осыны мақсат қылып қоямыз да, кез келген рилс болсын, кез келген әрекетте жаңағы фильтрдан өтеміз. Мынау маған атаға келе ма? Мынау маған адалдығымды сақтай ма? Мынау менің эксперт екенімді көрсете ма? Мынау мен абыройымды ұстай ма? Ұстайды. Все жасаймыз. Кайф. Наверное, әдем жауап болды негізі ше. Өйткені личный бренд ол тек қана Инстаграмда, ойбай Инстаграмда личный бренд емес қой. Личный бренд негізі әрбір адам. Енді бәрі туылғаннан бренд болып туылады. Просто кім брендін қалай қалыптастырады ары қарай. Оның жаңа тәрбиесі, оның окружениесі, одан кейін оның ортасы, оның білім алғаны, жинағаны, тергені, одан кейін оның преподносить еткені, адамдармен араласқаны, осының бәрін айтып тұр ғой мына жерде ше. Төле биде сұмдық личный бренд болған деп тұрсың ғой сонда енді былай. Өзінің уровенінде сол кезде да енді. Как будто солай сияқты ғой, себебі қарадан шыққан ешқандай адам дейтін онда ел басқарады деген. Ол сирек қой. Иә. Білем сен мен тарих бойынша да көп сөйлесуге болады екен, Қатты оқып жүрмін, тарихқа шақырсаңдар. Жоқ,
интересно, егер тарих бойынша сөйлескенде вообще қызық болатын сияқты болды. Окей, бірақ в целом подкаст маған кайф ұнады. Мынау жаңағы 4 нәрсені толыққанды айттық. Кредит бойынша да көп нәрсені сөйлестік. Орта, личный бренд, в общем, көп адамға пайдалы болды деп ойлаймын. Рахмет. Бүгін рахмет подкастқа келіп қонақ болып жинақталмай жүрген, мына далада жүрген ойларымды осындай жерге келіп жинау деген андай күшті зат та. Сен келесің, ойыңды жинап аласың, осындай екен ғой дейсің да жүрген. Окей, давай бізде подароктер бар да әрбір подкасттың соңында. Подкастқа астына әдемі жақсы инсайттармен бөлісіп комментарий жазған адамдардың арасында бір 2-3 адамға не бере аламыз? Білмеймін, мен не беруім мүмкін сіздерге? Давайте былай жасайық. Бір кісіге, арзан емес, ладно, короче. Давайте, Қазақстанның мұнайы қайда кетіп жатыр, білесіз ме? Жоқ. Қазмұнайгаз деген компания содан ақша тауып отырсыз ба? Вот мен талай естігемін, Қазақстанның мұнайы шетелге кетіп жатыр деп. Солай мен айтпау үшін ертең қызыма дейтін Қазмұнайгаздың акциясын алып беремін да. Қазақстан мұнайы қайда кетіп жатыр десе, қызым қалтасына кетіп жатыр деп айтылады. Так вот, короче, бір адамға Қазмұнайгаздың акциясын алып берейік. Да. Тағы бір адамға давайте курстарыңды бер. Курста бермеймін. Бермейсің ба? Ол тегін берілетін. Лучше ақша берейін сіздерге де, лучше акция берейін. Хорошо. Ладно, бір курс берейін. Мен қазір дейтін жаңағы новичоктарға арналған жасадым ғой, ETF курс деген. Соны, короче, оның ішінде как раз қазір мен дейтін оны там тестово 10-15 мың теңгеден сатып жатырмын. Но типа ол андай типа 15 мың болды екен де, бұл кішкентай курс деп ойлап қалмаңыздар. Просто тестово оны бастап көріп жатырмын. А так мен оның где-то 50-60 мыңнан сататын шығармын деп ойлап жатырмын, білмеймін. Так вот, соны тегін берейін біреуін. Да, 2 сыйлық болды ма? Үшінші, короче, мен сіздерге по секрету айтайын. Мынандай менде бір курс бар. Оны мен сатпаймын ешкімге, оны просто менен келіп сұрайды адамдар, немесе мен өзім студенттерім бар, соларға типа анандай оқығым келеді десе, мен короче жеке бренд бойынша сабақтар түсіріп қойғам, сайтыма салып қойғам, короче. Оны бірақ менен ешкім ешқашан сатып аламайды, сатпаймын мен оны. Бірақ бір адамға соны берейін. Жақсы. Кайф, рахмет сіздерге от души. Болды, наверное, бүгінгі подкастты көріп астына инсайттарыңмен бөлісесіңдер. Ең күшті 3 комментарийға осы 3 сыйлық берілетін болады, бір жаңағы начинающийлерге. Күшті мотивация боласасын, 4 адамға, 4-ші адамға, араларынан өздеріңіз таңдаңыздар да, мен таңдаймын. Каспидің акциясын берейін, елдің бәрі Каспи қолданады ғой. Как раз сол кезде бағасына қарайтын болсаңыздар өздеріңіз, может бағамен қоясыздар ма, жаңағы анау біреуі дейтін қанша болды? Қазмұнайгаздың акциясы где-то 12 мың 13 мың теңге, анау курс деген қазір мысалы 15 мыңнан сатып жатырмын. Скажем так, мынау шыққанша может қымбаттайтын шығар. Скажем, 15 мың бола берсін да. Анау жеке бренд курсының бағасы білмеймін, айта алмаймын, себебі сатпаймын ғой оны. Каспидің акциясы где-то 60-70 мың теңге болатын шығар. В общем, осы сыйлықтар сіздерге давайте. Тема, ребята, 4-ші адамға вообще Каспидің, даже Каспидікін ең мықтыға даже береміз. Каспидің акциясына. Вот. Сондықтан да просто астына комментарий жазамыз, бөлісеміз. Инстаграмға мені, Ерекеңді белгілеп салсаңыздар сторисқа, вообще қуанып қаламыз. Сол жерден таңдап алуымыз мүмкін жеңгендерді. Сондықтан да рахмет бүгінгі подкастты көргендер, ребята, таныстарыңа, достарыңа, туысқаныңа бәріне жіберіңдер, қаржылай сауатты болып, жүре берсін. Вот. Кездескенше. Мына жерде камера бар екен ғой да, мен мынаған ғана қарап жүрмін. От душинский. Все, давайте. Все, рахмет. Рахмет.